Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді жұп-жұмсақ булочки пісіретін боламыз. Ол үшін алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды, шекерімізді, аздаған ваниль қантын және тұзымызды салып, шекеріміз бен ашытқымыз толық ерігенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Каналыма жазылып, пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл жерде сүттің жылы болуы маңызды және ұнды елеп салу керек. Сол кезде булочкилеріңіз көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Ұнымызды бөліп саламыз, бірден барлығын салып жіберуге болмайды. Және де байқағандарыңыздай, мендегі сүт қолдың сүті жылытқанда өте майлы болды. Сол үшін мен бұл қамырдың құрамына сұйық май құймаймын. Егер де сіздердің сүттеріңіздің майы аз болса, немесе дүкендікі болатын болса, онда қамырдың құрамына 3 ас қасық пісте май, яғни сұйық май құю керек. Және бұл қамырдың үлпілдек әдемі болып пісуінің бір себебі, оған 1 ас қасық алма сірке қышқылын құю керек, яғни яблочный уксус. Егер ол болмаса, 9% сірке қышқылы болады. Қамырымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін, оған аздаған сары май қосып, бәрін әдемілеп жақсылап елейміз. Қамыр өте жақсы, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып еленеді. Және оны ыдысымыздың түбіне аздаған пісте май салып, жақсылап ыдысымызға жағып, қамырымызды осыған салып, 1 сағат жылы жерге қойып қоямыз. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, булочкаларыңыз өте дәмді, жұп-жұмсақ және иісі де хош иісті болып піседі. Бір сағатта қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді оны майда бөліктерге бөлетін боламыз. Булочканың құрамына байқасаңыздар, жұмыртқа қосқан жоқпын. Жұмыртқа қоспасаңыздар да, булочкаларыңыз өте дәмді, әдемі болып шығады. Міне осылай ашыған қамырымызды майда бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз. Және оларды домалақтап, тағы да бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде булочкаларыңыз әдемі болып көтеріліп піседі. Көтерілуге 10-15 минутқа қойып қойғаннан кейін, шетінен ашып, біз әрқайсысынан булочка дайындаймыз. Булочкалардың салмасын өздеріңіздің қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Арасына мейіз салуға да болады, немесе алма, немесе ірімшік салып әртүрлі пішінде пісіруге болады. Оқтаудың көмегімен жұқалап жайып, қатты жұқа қылудың керегі жоқ. Біреуіне мейіз салдым, ортасын пышақпен тілгілеп, видеода көрініп тұр. Екіншісіне жай ғана ертілген сары май немесе пісте май жағып, кішкене құмшекер сеуіп, пышақтың көмегімен ортасынан осылай тілемізде, әдемі пішінде булочка жасап шығарамыз. Булочканы бүктейтін кезде арасына май жақпасаңыздар, ол әдемі болып, андай қатпар болып тұрмайды, біркелкі болып піседі. Және булочкаларды пешке салатын кезде бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Мінекей дәмді, өте дәмді, иісі хош иісті, жұп-жұмсақ булочка дайын болды. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер. Каналымда әлде де көптеген видеолар салатын боламын. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.